Елестетіп көріңізші, сіз қаланың кезекті бір музейіндесіз. Мұнда картиналар емес, адамның денелері көрсетіледі. Бірақ бір атап өтерлік жайт бар. Музей ішіндегі барлық адам денелері мрамордан немесе басқа да мүсінге арналған материалдардан жасалмаған. Ол мүсіндер нағыз адам денесі. Өлі адам денесін қаз қалпында алып, әртүрлі позада тұрғыза салған екен. Мүрделердің сыртқы терісін сыпырып алып, пластикпен қаптаған. Қып-қызыл болып, адамның денесі жартылай қаңсыраған күйі көрініп тұр. Армысыздар, құрметті көрермен, сіздермен Асия. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Егер бейне ұнаса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Ендеше баршаңызға жақсы қаралым тілеймін. Қытай халқының арасында аңызға бергісіз әңгіме бар. Сол аңызда Body World атты адам денесін көрсететін музей айтылады. Оған кіру үшін жай ғана қызыл билетке қол жеткізуің керек. Ішіне кірсең, неше түрлі позада тұрған терісі сыпырылған адам денелерін көресіз. Мысалы, допты тепкелі жатқан футболшы денесі. Көрермендер футболшыны допты тепкен кезде оның денесінде болатын бұлшық еттердің қозғалысын қарайды. Немесе бас бармаққа дейін тік тұрып билейтін балет бишісінің позасы. Ұмыт қалдыруға болмайтын бір нәрсе, бұл адам құқығы. Кез келген адам өлгеннен соң жерге көмілуге құқылы. Оны алып бизнес ретінде қолдануға болмайды. Адамды жерге көму бұл тек одан құтылу мақсатында ғана емес. Дүниеден озған адамды арғы о дүниеге жеткізу мақсатында жасалатын жоралғы. Медицинада практика ретінде адам денелері қолданылады. Бірақ кейін практика біткеннен соң қолданылған өлі адам денесін жер қойнына тапсырады. Джан Вейджи 1996 жылдан бастап тележүргізуші қызметін атқарған қыз. Оның теледидарда жүргізілетін бағдарламасы аса қатты танымал емес. Бағдарлама түрі де ток-шоу секілді көрермен жинайтын типтерден емес. Дегенмен де Жанның өзінің аудиториясы бар. Сыртқы көзге сүйкімді көрініп, адам жүрегін жылытатын Жанды теледидар алдында күтетін көрермендер де болды. Карьералық тұрғыдан Жанда мәселе болмады. Тек әлеуметтік өмірінде оның қиындықтары бар. Қыздың сүйген адамы болса да, ол онымен ашық түрде кездесе алмады. Жанның сүйіктісі Бо Силай есімді медиа саласына танымал адам болатын. Силайдың өзі 2 рет отбасылы болған адам. Жан сондықтан да отбасылы еркекпен ашық жолыға алмады. Егер Бо Силай мен Жан өздерін ашық түрде жұп ретінде жарияласа, қоғамда оларға деген негативті қарсылық пайда болады. Әсіресе мұндай қысым Жанға көбірек бағытталған болар еді. Солай бұл жасырыну процесі тоқтамады. Нәтижесінде Жанның аяғы ауыр екендігі белгілі болды. Бо Силай өзінің құрсақтағы баласын тастамады. Бірақ кей деректерге балалы болғаннан соң Жан депрессияға түсіп, өзінің ашық түрде Бо Силаймен некелесетін уақытын күткен екен. Тіпті әйел ішіндегі баласы Силаймен отбасы құруға үлкен септігін тигізеді деп сенген. Солай күндер өтті. Жанның төзімі 8-ші айға келгенде таусылды. Ол Бо Силайдан ендігі қайыр болмайтығын түсінгендей жігітті бопсалауға көшті. Өзімді өлтіремін деп те талай мәрте оны қорқытқан екен. Жанның бұл әрекетінің соңы Боның әйелмен жолығуға әкеп соқтырады. Осы кездесуден соң Жан жұмыстан қуылды. Тележүргізушінің жұмыстан шығарылуына жеткілікті түрде Бо Силайдың әйелінің әсері болған екен. Қанша дегенмен лауазымды тұлғаның әйелі. Көп жерде есік қақпай кіруге болады дегендей. Құлаққағыс ақпарат. Бо Силай билік ішінде жемқорлықпен айналысқан адам. Сондықтан Жанның жұмыс жасаған телеарнасының бастықтары да осы жемқорлық ісінде сыбайлас болған болуы мүмкін. Жан ақыры аяғында жұмыссыз да күйеусіз де қалды. Оның өмірінің соңғы күні жалға алынған қонақ үйде өтті. Әйел депрессияда жүрген болса да, ол өз-өзіне қол жұмсады дегенге сену қиын.
Жанды соңғы рет осы қонақ үйде көргендер бар. Әйел жұмыстан қуылған соң осында келген екен. Алайда ол жоғалғандығы анықталған әйелдің жалдаған қонақ үй нөміріне кірмегендігі де анықталды. Жоғалып кетті делінген жаннан еш хабар болмады. Құдды тілші жер астына түсіп кеткендей жоқ. Мұнымен жоғалу тоқтап қалмады. Әлдекім белгісіз себептермен Жан Веджи жайлы мәліметтер, оның телеарнадағы бейнелері және жеке бас ақпараттары ұшты күйлі жойыла бастады. Осыған қарап-ақ біреу Жанды бұл өмірде болмағандай етіп көрсеткісі келетіндігін түсінуге болады. Телеарнадағы бейнелерді базадағы ақпаратты жою үшін қолыңда билік пен ақша болуы қажет. Жемқорлық жайлаған қоғамда ақша беріп, қалағаныңды жасай аласың. Қыздың артында тек 1-2 суреті ғана қалды. Тілшінің туыстары мен таныстары оның артынан іздеу салып, полицияға келіп жүгінді. Іздеу жұмыстары басталды. Жүктіліктің 8-ші айында жүрген әйелді байқамай қалу қиын. Оған медициналық көмек қажет. Тіпті баласы туылған күннің өзінде де балалы әйелді біреу болсын көруі керек қой. Алайда біз ойлағандай барлығы оңай емес. 2019 жылға дейін Жан еш жерден табылмады. Body World біздің тілде адам денелерінің әлемі дегенді білдіреді. 1995 жылы осындай атаумен адам денелерін ашық түрде көрсететін музей ашылды. Жетекшілік еткен Гантер фон Хагенс атты ғалым. Тек медицина саласына ғана емес, жалпы ойын-сауық әлеміне де жаңа бір идея әкелді десек те болады. Мұндай тұрпайылық пен қорқыныштылықты көрсететін музей бастапқыда қоғам ішінде ажиотаж тудырып, біреулер оны мақтаса, біреулер даттай бастады. Бұл денелер сасымайды, шірімейді, мүсін секілді қаз қалпында қаққан қазықтай болып тұрады. Фон Хагенс осы өнертабысы үшін халық тарапынан өлім докторы деген лақап атқа ие болды. Расын айтсақ, біз адамдар қызық құмармыз. Әрдайым көзге үйреншіксіз бір беймәлім дүниемен танысып көргіміз келіп тұрады. Сондықтан да Body World бастапқыда халық арасында танымал болып, сұраныс тудыратын, таңғалдыратын жайт болды. Body Worldқа адамдардың көптеп келуі сонша, онда билет сатып алу үшін 2 апта алдын тапсырыс беруім керек. Негізінен баста Body World жәрмеңке секілді өтетін, яғни белгілі бір уақытқа қалаға келіп, әрі қарай денелерді жинап, келесі қалаға аттанатын. Алайда ақша бұл бизнестің ауқымын кеңейтеді. Body World адам көптеп келетін Европа, ақш, Азияда орналасқан қалаларға өзінің тұрақты түрде көрмесін ұйымдастыратын франшизасын аша бастады. Атауы сәл өзгеше демесеңіз, ондағы басты идея тура Body Worldпен бірдей. Нью-Йорк қаласында Body Revealed деген атаумен ашылса, Сеулда ол Bodies деген афишамен жарық көрді. Жаңа бизнеске жаңа өлім мәйіттер қажет болары анық. Нарықта монополист атанған компанияның қалаларда фабрикалары бой көтерді. Қытайдың Долина қаласында да мәйіттерді пластинациядан өткізетін фабрика ашылды. Сәйкестікпе Долина Бо Силай әкім болған қала. Джон қыз тілші болып өмір сүрген қала. Дәл сол қалада Жан жоғалған, әрі мұнда мәйітті пластинациядан өткізетін фабрика орналасқан. Ал енді көрмеге келсек, ол жерден жүкті әйелдің де қатырылған мәйіті табылған болатын. Мәйіттердің арасында қытайлық соттың үкімімен жазаға тартылып, өлімге кесілгендер де бар екен. Оған қоса, мәйітті алынған адамдардың көбісінің туыстары, таныстары болмаған. Яғни компания иелері алдын ала бәрін болжап жоспарлаған. Мәйітті алған күннің өзінде артынан шу шығаратын туыстары пайда болмас үшін осылай жалғыз жүрген бейшараларды алып отырған. Логикаға салсақ, аяғы ауыр, жақын арада балалы болғалы жатқан әйел өлгеннен соң мәйітімді музейге қойыңдар демейді. Оған қоса ішіндегі баласын да ойлайтыны анық. Түрмеге келер болса, Қытай заңы бойынша егер әйел жүкті болса, оны ауыр жазаға кеспейді, ату жазасы секілді. Ал енді біздің жорамалдап отырған жүкті әйел бұл із-түссіз жоғалып кеткен Жан Веджи болуы әбден мүмкін. Жүкті әйел Жан екенін дәлелдеу үшін ДНК сараптамасын жүргізу қажет. Оған қоса, кейінірек анықталғандай, Бо Силайдың әйелі Долина қаласындағы мәйіттер фабрикасына басшылық еткен. Демек, ол үшін өзіне бәсекелес болған күйеуінің ғашығын өлтіріп, музейдің экспонаты қылу оп-оңай.
Көп асқанға бір тосқан дегендей, Босилай мен әйелінің дәурені бұлай шалқып тұра бермеді. Бұлардың жасаған парақорлық істері, жымқыру мен қызметін асыра пайдалану әрекеттері ашылып, ақыр аяғында іс сотқа жетті. Босилайдың өзін қызметіндегі жемқорлығы үшін өмір бойына түрмеге жапты. Боның әйеліне келер болсақ, отбасының көлеңкелі бизнесімен айналысқаны үшін өмір бойына түрмеге отырғызылды. Сот кезінде талай қылмыстар ашылса да, Джан Вейджидің аты да аталмады. Оны барлығы ұмытып кеткендей. Соттың өзі Бо мен оның әйеліне осы жаза жетеді дегендей. Бірақ та қанша дегенмен Джанның өлімі расталып, оның музейге экспонат болып кеткені белгілі болса да, жүкті әйелді мына өмірге қайта әкеле алмайсың. Вон Хаггинстің өзіне келер болсақ, бұл зұлым дәрігерге талай рет жүкті әйел экспонаты Джан Вейджи емес пе деген сұрақтар қойылып жатты. Алайда бұл өзінің артын ашсын бірден сұраққа теріс жауап беріп, жоққа шығарып жүрді. Бұл бейне сіздерге әсерлі болғаны анық. Егер бұл оқиға ұнап жатса, достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қазақ тілді контентке қолдау көрсетіп, арнаға тіркеліп, лүпіл баса кетіңіз. Келесі шығарылымда кездескенше, сіздермен болған Әсия.